Алладан басқа жоқ Тәңір Мұхаммед оның елшісі. Оқысаң Құран тәп-тәуір жаныңның жалғыз емшісі. Адамның бәрі жат бауыр заманның сол ғой кем тұсы. Болуы қиын хаққа құл ібіліс болса көршісі. Жер бетіндегі көп қабір пенденің алған елшісі. Құлдың да құлдан нес артық, нәпсісін түгел тиіс артық. Намазын оқып 5 уақыт иманын кәміл жиыс артық. Өмір керуен, адам жолаушы, көш керетін пенденің біріне ерте, біріне кеш келетін кең дүние ай. Тағдырдың тұзашы келіп тауы шағылса да, талаптың тұрпарын мініп алған тұлатын жандар бар. Бұл дүниенің заңдылық жүйесі қалай құрылған, және қандай деген сұрақ әр пенденің көкейінде қала береді. Өмірге келдім, анамды көрдім деп әндетеміз. Ал асылында бұл өлең жолдары тобылғы торы тіршілігімізге құрылған заңдылықтың алғашқы тармақтары болып есептеледі. Осылай өмірге келіп өмірден өз орнын ала алмай, ойлаған арманына жете алмай жататындар да кездесетіні өкінішті. Сондай жанның бірі Орысбаева Әсия Жексенбі Қалиқызы еді. Руы қалқаман тана. Орысбаева Әсия 1985 жылы 6 наурызда Құрманғазы ауданы Дәшін ауылында дүниеге келген. Әкесі Жексенбі Қали, анасы Тамара қатарынан кем қылмай өсіріп тәрбиеледі. Осы отбасында 6 бала дүниеге келген. Алғашқысы Бақыт, екіншісі Науан ер бала, үшіншісі осы Әсия болды. Өзінен кейінгі 3 сіңлісі Марта, Ұлбосын, Гүлмара, бәрі тату-тәтті өмірсін. Әсия сол селодағы Алтынсарин атындағы орта мектепті ойдағыдай бітірді. Өзінің сүйікті мамандығы бойынша оқып, еңбекке араласты. Ағайын бауырларының арасында беделді, көңілді, үлкенді сыйлап, кішіні қамқорлай білген ақкөңіл жан болды. Оның достары да көп еді. Той жиында ортаны көтеріп жүретін, батыл да белсенді қыз бала болды. Тұрмыс құрды, бірақ өкінішке орай сәбиі бола алмады. Бала отбасының базары дәнекері ғой, сол бала болмағандықтан отбасының ғұмыры да қысқа болды. Барлық қуанышын тума-туыстары менен бауырларының балдарын қызықтап, ішкі өкінішін білдірмеуге тырысты. Азамат Нұрай, Қуаныш Нұрсұлтан, Саялы, Сезім, әдемі бауырларын қызықтап, олардың туған күндерін қуана тойлайтын, әкесінің 60 жасын, құдалық тойларын жарқылдап жүріп өткізді. Өзінің 30 жасын тойлағанда оның ең соңғы қуаныш екенін ешкім білген жоқ. Әкемнің жапырағы, бауырым, ағатайым, Науан көке, қолыңа қондырып отырған құсым құтты болсын. Сендерге тілейтінім тек бақыт, дендерің сау, артыңдан ерген 4 қарындасың мен апаңның тірегі болып, біздің арамызда ойнап күліп жүре берді. Біздің ақпамамыз бен ақпапамызды тек ренжітпей, пештің түбіне қолдарын жылы суға малып, шайын беріп отыра берді. Ана той басталғаны айтылып жатырған жақсы тілектердің бәрі қосылам. Папа жасың құтты болсын. Мама күйеуіңіздің тұрған отауларың берік болып, бізге апа болып жүре беріңіздер. Папа, мама, біз сіздерді
жақсы көреміз, но больше всех я вас люблю. Чем они. Больше. Негізі біздің шаңырақта үлкен той болып жатыр. Папа мен мама екі құдалығын шақырып жатыр. Ініміз болады, армиядан келіп жатыр. Жаңа нағашы апамыз ана туған күні болып жатыр. Бәрі құтты болсын деймін, бәрінің басын жиналып. Ағайын тума, құда-құдағай, көрші-көлем, бәріңізге көп рахмет айтамын. Бәріңіз де аман болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Иә, жазмыштан озмыш жоқ. Тағдыр жайлы Құран кәрімде еш күмәнсіз барлық нәрсені есеппен жараттық. Алланың біз үшін жазып қойғаннан басқасы басымызға келмейді. Олай болса мұсылмандар, Әсияның бауырлары, тек қана Аллахқа тәуекел етіңдер, өміріне иман келтіріңдер, Алладан оған ақыретте жеңіл болып, жаны жанатта болуын тілеңдер. Иә, бұл өмірге кімдер келіп, кімдер кетпеген, арманына бірі жетіп, бірі жетпеген дегендей, бұл жалғанда кім-кімге де мәңгілік ғұмыр жоқ, бар жоғы өлшеулі. Бүгін бар, ертең жоқ болар, уақыт бәрін ноқталар, бесіктен шыққан жолаушы биікке барып тоқталар. Ортада сүрген өмірі бір күндік түстей болып қалар деп, өткендер жырлаған ғой. Әсия бауырыңа берген жылдық садақа, оқылған Құран қабыл болғай. Әсияның жаны жанатта болып, иманы жолдас болғай. Аллаху акбар. Өткен күннің бәрі арман бүгін, не күтемін менен алдан нұрын, жарқ етіңде жоқ болдың жарығы жұлдыз, тәрк етіңде фәнидің жалған күні, мұңымды айтып мен бүгін таусамында, мына жалған өмірден шаршадым ба, жауқазында үзілдің балшағында. Құндызым ай, алаулап нұр жүзің ай, неліктен ертесің ай, жұлдызың ай, құлыным ай, бәк көңіл тұнығым неліктен келте болдай ғұмырым ай, құлыным атаң менен апаңның еркеседі, өшірді пек жұлдызың ертей сені, әлемді қаралы түске бояп, жұмыр жерді жамылдың жер төсегі. Құндызым ай, алаулап нұр жүзің ай, неліктен ертесің ай, жұлдызың ай, құлыным ай, бәк көңіл тұнығым ай, неліктен келте болдай ғұмырым ай,
неліктен ертесің жұлдызың қолынан